Егер сіз кәсіпті досыңызбен, туысқаныңызбен, партнерствомен ашатын болсаңыз, сізге ең бірінші қандай форма таңдайсыз? ТО ашасыз ба, немесе договормен жұмыс жасайсыз ба? Соны анықтап алу керек. Егер сіз екеуіңіз бірігіп, немесе бірнеше адам бірігіп ТО, заңды тұлға компания ашатын болсаңыз, ол бір түрі болып саналады. Бұл жақта сіздердің қолдарыңызда ТО-ның толық құжаттары болады. Ол не? Бірінші устав. Сіздер директор кім болатынын анықтайсыздар, директорге приказ болады. Одан бөлек сіздерде міндетті түрде именно партнерлардың қарым-қатынасын реттейтін договор, ол учредительный договор болады. Учредительный договор деген сол каждый учредитель әр құрылтайшының құқықтары мен міндеттерін, партнерствоның бүкіл сутінің бәрі осы документте жазылады. Ал егер сіздер компания ашуға дайын емеспіз, пока договормен ғана жұмыс жасаймыз десеңіз, ол жағдайда договор партнерство жасалады. Договор партнерствода әр адам өзінің ипсімен кіруге міндетті болады. Әр адам ипсімен кіреді, ары қарай ол партнерствоның қандай бағытта жасалады, қандай бизнес ашасыздар, бәрі детально жазылады. Егер